Сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Тұран мөлтек ауданынан 10 соттық жер телімімен осындай евро стильді үйімізді сатылымға шығарып тұрмыз. 90% бітіп тұр. Қазір ауласын көрсететін боламыз. Мұны ішіне кіретін болсақ, осындай тамаша витражный есігімен прихожая, оң жағымызға келетін болсақ, мына жаңағы екі бірдей өте үлкен панорамный терезелермен ол біздің гардеробный. И және мінекей үйдің ішіне қарай кіретін болсақ, жаңа айта кеткендегідей бітіп тұрған үйіміз. Мына оң жағында бөлек санторап, мына қол жуатын жер, ар жағында душ. Мінекей сантораптан шығатын болсақ, мына жерде керемет холл бөлмесі. Қазір холлдың қарама-қарсынан мынаны көрсете кетейік. Бұл жерде тамаша күнделікті отбасылық ас бөлме. Жаңа үй болғандықтан мінекей светтері бір жерде бар, пока бір жерде жоқ. Осындай тамаша дизайнмен бұл күнделікті ас бөлмеміз и то есть столовая. Ал мына жерде өте тамаша, мына евро стильді деп айтқанымыздай, мына керемет дизайнмен современная большая кухня. Мінекей толық жиһаздардың бәрі жабдықталған. Үй иелері осындай тамаша іскер адамдар. Мінекей бұл жерде мына төбе биіктіктері 4 метрді құрайтын осындай уникальный проектісімен ас бөлме, теплый пол жүргізілген, тамаша панорамный терезе, мінекей аулаға қарап тұратын осындай керемет жастарға, үлкен отбасыға арналған. И бұл жердің еще және бір ерекшелігін айта кетейін. Мына қараңыз, артқа аулаға шығатын болсақ, мына жерде барбекю зона, дайын мінекей барбекю зона. Еще бұл жерде барлық үй иелеріне, то есть әйел адамдарға бар жағдай жасалғаны, мына жерде теплый пол жүргізілген. Бұл жерде үлкен қонақтар күтіп жатсаңыздар, жаурамайсыздар. Мінекей толық теплый пол жүргізілген. Ал мына жағымызда шағын ғана хозпостройки, майда шүйданы қоятын осындай хозпостройкасы да бар. Оны қазір ауласынан көретін боламыз. Кеттік дальше үйдің ішін тамашалайық. Мінекей негізі кіріп тұра беретін почти дайын үйіміз сатылымға шығып тұрып, мынау керемет холл бөлмесі. Төбе биіктіктері где-то 3,5-ды құрайды. Мінекей 3,5-ды құрайтын бұл просторный әдемі холл. Холлда мына жерге кіретін болса қазақша бөлме. Мінекей осындай тоже стильный бар бөлмелерде панорамный үлкен терезелер. Мына қазір екінші қабатқа шығамыз. Ал мына жерде осындай тамаша кең бұл зал бөлмесі. Мінекей бұл да дайын. Ал кеттік енді екінші этажды тамашалайық. Ал мына отырған мінекей көріп тұрсыздар, екінші қабаттың қазір мына баспалдақтары дайын, мінекей мастерлер дайын, оны келіп сіздерге істеп беретін болады. Кеттік екінші қабатқа шығайық. Ал екінші қабатына шығатын болсақ, мінекей осындай тамаша жарық, мінекей холл бөлмеден жан-жақты жатын бөлмелер кеткен. Мінекей мынау бірінші жатын бөлмеміз, балдарға арналған. Мінекей бар бөлмеде, өздеріңіз байқағандағыдай, үлкен терезе, мына жердің бәрі теплый пол. Иман берсеңіздер, мынандай включательдер, мынандай розеткалар өте көп қарастырылған. Бұл евро проекті дом. Бұл үлкендерге арналған, жастарға арналған бөлме, өзінің жеке гардеробмен. Мінекей дайын үйіміз. Ал мынау ортада мастер спальня. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, екі бірдей терезе, мінекей қарастырылған өте жарық мастер спальня, өзінің жеке гардероб и және жуынатын санторабы бар. Ал мынау қарама-қарсына келетін болсақ, қарама-қарсында мынандай өте әдемі, кең, просторный, уникальный ваннасымен бұл жуынатын бөлмеміз. Әдемі жарасымды кафельдер бәрі жарасып тұр. И төрде бұл как шағын ғана детская комната десек те болады, или балалар сабақ оқитын осындай тамаша бір жарық кабинетіміз бар. Қараңыздар, не деген керемет көрініс, өте жарық, жарқыраған жаңа үйіміз, бағасы келісімді. Және атағы бір жатын бөлмеміз қалды. Мінекей мынау өте үлкен, тоже қыз балдарға арналған үлкен детская комната. Бұл жерде 3 бірдей терезе, мына көріп тұрсыздар, жарық осындай бөлмеміз. Кеттік енді ауланың сыртын мен танысайық.
Ал мына ауламызға келетін болсақ, жаңа айта кеткендей 90% бітіп тұрған осындай евро проекті үй, 10 соттық жер телімі, әдемі ворота жарасымды, мінекей тамаша забор толық қоршалған. И және де мінекей ар жағында үйге прям қосылып кеткен банямыз бар. Мынау тұрған әдемі витражный ол үйдің ішінен көрсеткен кухнямыз бар. Үйдің көлемі 410 шаршы метрді құрайтын осындай өте үлкен особняк болып саналынады. Мінекей есігіміздің алдында уже ландшафтный дизайн жүргізілген. Суағарлардың бәрі мінекей артық су үйде тұрып қалмайды. Мінекей мынаны байқасаңыздар, мынандай суағарлар үйде бір 7-8-і жасалынған. Судың бәрі ағып канализацияға кете береді. Кеттік, мына баняны көрейік. Қараңыздар, şimdi тамаша евро проектіден жасалынған осындай сауна, финская саунамыз бар, жуынатын. Стиралка тұр, ар жақта, светіміз мінекей. Тамаша предбанник, душевой, мына бочкасына дейін мінекей осындай теплый пол дайын баня. Ал мынау жаңағы үйдің ішінен кіріп кеткен өте үлкен ас бөлмеміз мінекей. Үйдің ішінен кіреміз бұған. Сонымен қатар осындай тамаша үй соңғы үлгідегі шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Бағасы келісімді, төмендетілген варианттар қарастырылған. Ұнап жатқан жандарға астындағы номерлермен хабарласып толық мәлімет ала аласыздар. Бұйырсын баршаңызға.